Сәлем достар, бүгін біз сіздерге маклюбе тамағын әзірлейміз. Ол үшін бізге қажет болатын ет, картоп, сарымсақ, пияз, қияр, қызанақ, көкшөптер, күріш, айран, бірақ айран бізге көп мөлшерде қажет болады. Келесі кезекте қажет болатыны тұз, бұрыш, басқа да дәмдеуіштер. Ол дәл кез келген кезде айта жатармыз. Ал енді еттен бастаймыз. Бізде ет қабырғаға жабысқан май, яғни қазы деп айтамыз. Мінекей. Барлығын турап аламыз. Қатты ұсақтамаймыз етті. Етіміз әлі қатты, сол себепті біраз қиындау кесіліп жатыр. Ал енді достар, пиязымызды турап, ет салмас бұрын алдымен пиязды турап аламыз. Пиязымызды турап жатқан кезде қазанның астын қосып қоямыз. Мінекей. Май құйдық. Қазанымыз қатты қызып тұр. Сол себепті біз турап қойған пиязымызды сала береміз. Жақсылап қуырып, одан кейін етімізді саламыз. Келесі кезекте болгар бұрышы, бірақ бізге болгар бұрышының жартысы жеткілікті. Дәл әзір салмаймыз. Ет қуырылып, пісуге жақындаған кезде саламыз. Бірақ алдын ала дайындап турап қоямыз. Мінекей. Дайын. Пиязымыз қуырылып жатыр. Енді үстіне етімізді салып жібереміз. Келесі кезекте біз тұз саламыз. Мінекей достар. Тұзымызды салдық. Еттің әмбебап дәмдеуіш кез келген тамаққа келе береді. Мінекей. Келесі кезекте бұрыш, кез келген қара бұрыш, қызыл бұрыш, ол өзіңіз білесіз. Жақсылап араластырамыз. Етімізді әбден қуырып аламыз. Етіміз қуырылып жатыр.
Енді біз етімізге су құятын боламыз. Асты біраз жабысайын депті. Көп емес, аз ғана. Мінекей. Осы су жеткілікті. Енді қақпағын жауып, пешіміздің астын орташа отқа қоямыз. 5-ке қойдық. Келесі кезекте біз күрішімізді саламыз. 3,5 кеседей бізде мінекей күріш. Адам санына байланысты бізде үйде адам көп болғандықтан күріш 3,5 кесе күріш саламыз. Бұл бізде арнайы күріш пісіретін құрал, аспап. Мінекей күрішімізді салдық. Енді бұл жерде бізде 3,5 кесе 7 мінекей кесе суымыз. Құйдық. Астын қосып қоямыз. Енді біз бұған түрлі приправалар қосатын боламыз. Дәмдеуіштер мен 12 шөптің қосындысы, әмбебап приправа дегендердің барлық тамаққа қоса берем. Мінекей. Келесі кезекте тұз бірақ көп қоспаймыз. Мінекей. 1 шай қасық көлемінде тұз қосамыз. Одан соң мінекей бізде сарымсақ. Сарымсағымызды орта жағына қарай салып жібереміз. Мінекей. Келесі кезекте бізде суымыз көп болғандықтан алып қоя тұрайық. Су тартылған кезде саламыз. Келесі кезекте біз бұнда сары май қосамыз. Мінекей. Сары майды өзі ішінде еріп кетеді. Мінекей. Қақпағын жауып қоямыз. Етіміз пісіп жатқан кезде картопты дайындаймыз. Қатты сақтамаймыз. Осы болады. Барлығын осындай размермен тұрап аламыз. Мінекей достар, біздің маклюбеміздің еті дайын болып қалды. Енді біз оған картоп қосамыз. Картопты қоссаңыздар да, қоспасаңыздар да болады. Бірақ мен қосамын. Мінекей картопты пісті. Келесі кезекте біз болгар бұрышын салатын боламыз. Мінекей болгар бұрышы салып қойып, 5 минут көлемінде қайнатып, астын сөндіріп қоямыз. Қасына 3 түрлі салат жасадық. Салатын бір ыдысқа мінекей ол жаңа дайындалған свежий салат деп айтамыз. Келесі кезекте бізге қажет болатыны ол кәдімгі карыс сәбізі, корейская морковка дейміз. Біз теркадан өткізіп алдық. Келесі кезекте бұған қосатын приправа, сарымсақ, дәмдеуіштерімізді барлығын саламыз. Аз ғана қияр, болгар бұрышы қосып жүрсеңіздер болады. Өте үлкен етпейміз. Мінекей қияр. Сіздерге әлі салаттың 2 түрін көрсеттік. Келесіде свежий салат болады. Ол қызанақ және қиярдан жасаймыз. Мінекей, енді
Сарымсақты ұсақтап үстіне турап жібереміз. Енді біз қазір сары қызыл түстінен қосайық болгар бұрышымыз. Қалай дайындалу керек жайлы біз алдында видео түсіргенбіз. Сол себепті алдын ала дайындайтын болсаңыз, алдын ала көріп алсаңыздар болады. Неге кәріс приправасы сыртында да жазылып қойған. Чим-чим сделано корейцами деп. Енді жақсылап араластырамыз. Майды қыздырып үстіне құю керек болады. Дәмін жеп көреміз. Тағы біраз приправа қоссақ болады. Неге бізде 2 салат дайын. 1 литр көлемінде айран, бірақ бәрін құймаймыз. Қазір құйып жатқанымызда сіздерге көрсететін боламыз. Келесі кезекте өте оңай, кәдімгі күнделікті жасап жүрген қияр қызанағымыздан салат жасаймыз. Кәдімгі пияз қоссаңыздар болады. Біз қазір қосатын боламыз. Неге барлығын осылай жіңішке етіп турап аламыз. Кез келген бір ыдысқа күрішті салып, форма жасап алып, оны үлкен тәрлікеге саласыздар. Салғаннан кейін жан-жағына салаттарды және айранды құясыз. Келесі кезекте дайындап қойған етімізді, картопымызды күріштің бетіне саламыз. Ал енді достар, астарыңыз дәмді